Егер де сіз ЕАЭС елдерінен тауар сатып алып импорттайтын болсаңыз, бірінші кезекте тауарларыңыз экспорттық бақылауға жата ма, соны тексеріп алғаныңыз жөн. Және де экспорттық бақылауға жататын тауарларды өзіндік ерекшелігі бар тауарлар деп те атайды. Және де осы тауарлар үш түрлі категорияға бөлінеді. Біріншісі әскери мақсаттағы тауарлар, екіншісі екі мақсатта қолданылатын тауарлар, үшіншісі Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бақыланатын тауарлар болып бөлінеді. Егер де тексеретін болсаңыз, онда ИС-СФ порталында виртуалды қоймаға кіріп, ГСВС бөлімінде код тенветті теріп қарайсыз. Егер де экспорттық бақылау деп оның белгісі көрініп тұратын болса, онда сіз алдын ала рұқсат қағазын немесе лицензияны алу қажетсіз. Ол үшін e-лиценз сайтына кіріп, өтініш тастайсыз. Сіздің өтінішіңіз 7 жұмыс күні аралығында қаралады. Тауарларыңыздың экспорттық бақылауға жату немесе жатпауын алдын ала білмеген жағдайда сіз импорт жасап жатқан тауарларыңызға СНТ-ны рәсімдей алмайсыз. Сізде СНТ жасалмайтын болады. Сол себепті бірінші код тенвет арқылы тексеріп біліп алып, разрешениені алғаннан кейін СНТ жасап тауарларыңызды өзіңізге жеткізе аласыз. Сонымен қатар осы өзіндік ерекшелігі бар тауарлар туралы толық мағлұматты ақпараттарды 2022 жылғы Қазақстан Республикасының 28 желтоқсандағы өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау туралы заңынан біле аласыз.